Қайырлы күн, миллионерші оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен миллион табу техникасымен бөлісетін боламын. Өміріңізде көп ақша ұстап көрдіңіз бе? Миллион десе көз алдымызға лимондар елестейді, иә? Қазір сіздерге миллион табу техникасымен бөлісетін боламын. Бұл құпияны сіз дәл қазір көріңіз. Қазір сіздер жұмыс істеп жүрулеріңіз мүмкін. 300 мың, 400 мың, немесе 150 мың теңге айлыққа жұмыс істеп жүруіңіз мүмкін. Миллион табу үшін жасайтын техникаларымыздың бірі, егер сізде ақша өз қажеттілігіңізге жеткіліксіз болса, қосымша жұмыс іздеңіз. Қазіргі таңда көптеген интернет желісінде, әлеуметтік желілерде көптеген онлайн жұмыстар бар. Соны іздестіріп көрсеңіз болады. Екінші техникамыз ақша табу оңай, оны үнемдеу және көбейту қиын. Келісесіз бе? Көбінесе адамдар өз жұмысын бағаламағаны үшін аз ақша табады. Сіз жұмыста көп жауапкершілікті өз мойныңызға алуыңыз мүмкін, бірақ аз ақша табуыңыз мүмкін. Не себепті? Көбінесе өз жұмысыңызды жоғары деңгейде бағалап үйреніңіз. Сол кезде ғана сізде ақша көбейетін болады. Кез келген адам миллионер бола алады. Алдымен активтерді, содан кейін пассивті сатып алу туралы қамқорлық жасаңыз. Бұл дегеніміз кіріс пен шығысты есептеу. Сізде күнделік табысыңыз осындай болса, менің сатып алған расходым осындай деп дәптерге жазып жүрсеңіз, сізге табысыңыз қанша осы айда сыйақы алғаныңыз туралы біліп жүретін боласыз. Ақша есепті жақсы көретіні секілді, осылай жазып жүруді кеңес беремін. Қосымша қаражатыңыз болса, қымбат дүниелерді сатып алыңыз. Мысалыға, алтын сатып алыңыз. Алтынның грамы ай сайын емес, енді жыл сайын өсіп отырады. Осы жыл 19 мың болса, келесі жылы 20 мың, 21 мың сияқты өсіп отырады. Немесе доллар ақшаларды сақтасаңыз да болады. Ақша сақтағаннан гөрі доллар ақша сақтасаңыз, ертең айырбастап, доллар өскен кезде айырбастап ақшаға өзіңіз көбейтіп алсаңыз болады. Несие алмаңыз. Қарыздар мен несие карталарын құтылыңыз. Келесі кеңесім, миллионерлердің кеңесіне құлақ асыңыз. Барлық шағын төлемдерді бірден төлеңіз. Қарызды көбейтпей, ол сізді арқаға алып кетеді. Яғни, қазіргі таңда бизнесмендер, Қуаныш Шонбайды айтсақ болады, соның видеоларын тыңдаңыз. Әлеуметтік желіде ондай видеолар көптеген. Егер сіз іздесеңіз, оларды тауып алуыңызда ғажап емес. Олар өзіңізге білім береді, және де алға жылжуға мотивация береді. Барлық бай адамдардың тек активный доходтан бөлек депозиттерден, кеңсе немесе пәтер жалдаудан және басқалардан пассивті кіріске ие. Бұл дегеніміз өздерінің айлығының 10%-ын депозитке, 10%-ын білімге, ал қалғанын өзіне жұмсайды. Сіз де солай жасаңыз. Бұл байлардың өзіне деген жасаған инвестициясы. Қазір ойлауыңыз мүмкін, мен өз миллионымды, көп ақшамды қалай тапсам болады деп. Барлық ақшаңызды бір бизнеске салмаңыз. Өз әдеттеріңізді ретке келтіріңіз. Жеке және отбасылық өмірдің тұрақсыздығы көбінесе капиталдың жетіспеуіне себеп болады. Егер сіз несие берген болсаңыз, оны ұмытыңыз. Кенеттен, яғни жоспарсыз сатып алулар жасамаңыз. Тек қана жоспармен жүруді әдетке айналдырыңыз. Сіздің байлығыңыздың деңгейі сіздің басыңыздың маңыздылығына сәйкес келеді. Басқаларға бай болуға көмектесетін адам одан сайын байи түседі. Бұл дегеніміз, бір адам болсын, күнде жақсылық жасап жүріңіз. Жақсылығыңыз ертең күні өзіңізге 1000 есе болып қайтады. Сол үшін де қандай да болмасын бір жанға жақсылық жасауды бастаңыздар. Өздеріңізге ертең 1000 есе болып қайтады. Қайырымдылықпен айналысыңыз. Садақа берекенің кілті, сондықтан да берекеңізді арттырғыңыз келсе, садақа беріңіз. Көбінесе
осы 7 теңге 9 теңгемен байланыстырып, 9 санымен байланыстырып садақа беруді әдетке айналдырыңыздар. Сіздер бізде 7 санның киелі екенін барлығымыз білеміз. Сондықтан да 70 теңге, 700 теңгемен садақа берсеңіздер, барлық жаманшылықты өзімен алып кетеді. Басқалардың ақшасына, дүние мүлкіне сұқтанбаңыз. Сізді одан да мықты, күшті байлығыңыз болады. Алла қаласа. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Сондықтан да біреудің өміріне қызықпай, тек қана өз өміріңіздің көрермені болыңыз дегім келеді. Осымен біздің техникаларымыз, миллион табу техникасы аяқталды. Сіздер бай болуға лайықсыздар. Өйткені әрбір адамның бойында ақшаға деген энергия жатыр. Сол энергияны оятсаңыздар ғана сіздерге ақша молынан келеді. Табысты боласыздар. Күнде мен баймын, менің денім сау деп аффирмация айтсаңыздар, бұл сөздің құдіретін сезінсеңіздер, сіздерге сол нәрсе келе бастайды. Күнделікті қандай сөз сөйлейсіз, сол сіздің өміріңізде пайда болады. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, күнделікті жақсы сөздер айтып жүріңіздер. Менің миллионерші оқырмандарым, сіздер миллионер болуға лайықтысыздар.